Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары? 28-ші есеп мұндағы берген мына теңдеуінің оң түбірі болмайтынын көрсетіңдер. Оқушылар, теңдеуде x-ті бір жаққа жинақтаймыз, ал санды бір жаққа жинақтаймыз. Оқушылар, мұнда біз x-ның 4 дәрежесі 5x куб 2x квадрат қосылған x, барлығында x бар екен, ортақ көбейткіш етіп, яғни ортақ көбейткіш деп жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады x куб қосылған 5x квадрат қосылған 2x қосылған 1 қалады, тең мұндағы плюс 4-ті теңдіктің оң жағына қарама қарсы таңбамен ауыстырамыз, сонда тең болады минус 4-ке. Сонда оқушылар, бізде x-ті тең минус 4 деп аламыз. Мұндағы x-ті минус 4 деп аламыз да, ал мынау өрнекті 1-ге тең емес. Минус 4 пен 1-ді көбейтетін болсақ, бізде тең болады минус 4-ке. Сонда x куб қосылған 5x квадрат қосылған 2x қосылған 1 тең болады 1-ге деп аламыз. Сонда x куб қосылған 5x квадрат қосу 2x тең болады 1 азайтылған 1-ге. Екеуін азайтатын болсақ, бізде 0 шығады. Қосылған 2x тең болады 0-ге. Енді мұнда біз x-ті жақшаның сыртына шығарсақ болады. Барлығында x бар. Сонда x квадрат қосылған 5x қосылған 2 тең болады 0-ге деп аламыз. Жеке-жеке 0-ге тең деп шығарамыз. X-ті тең емес 0-ге. Сол сияқты x квадрат қосылған 5x қосылған 2-ні тең 0 деп аламыз. Енді мұнда өздерін көріп тұрғандай квадрат теңдеу шықты. Дискриминантқа саламыз. b квадрат минус 4ac деген формулаға саламыз. Сонда мұнда формуланы жазып b квадрат минус 4ac тең болады 5-тің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 2. a 1-ге тең, b 5-ге тең, c 2-ге тең. Сонда мұнда 25, мұнда 8, 17 болады. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус түбірасында d бөлінген 2a деген формулаға түседі. Сонда минус 5 плюс минус түбірасында 17 бөлінген 2. Осыдан x1-міз бізде минус 5 минус түбірасында 17 бөлінген 2 болады. Ал x2-міз минус 5 плюс түбірасында 17 бөлінген 2 болады. Оқушылар, мінеке өздерін көріп тұрғандай, мінеке мұндағы түбірі бізде минус 4-ке тең болып тұр, яғни оң түбірі болмады. Ал мұнда да мінеке минус 5 минус түбірасты 17 2-ке бөлеміз, минус сан шығады. Мұнда да минус сан шығады, демек оң түбірі болмайды екен. Келесі 29-ші есепте теңдік кез келген a үшін орындалама. Мұндағы мінеке оқушылар, модулінің астындағы a-ның квадраты тең болады деген a квадратқа. Өздерін білу керексіңдер, модулінің астынан бізде оң таңбалы сан шығады, және біз қандай да бір теріс таңбалы немесе оң таңбалы санға жұп дәреже беретін болсақ, одан міндетті түрде оң сан шығады. Демек, мына бізде теңдік орындалады екен. Ал мұнда мінеке модулінің астындағы a куб, яғни модулінің астындағы a-ға біз куб дәреже беретін болсақ, ол тең болады a кубқа дейді. Енді оқушылар, өздерін білу керексіңдер, біз теріс таңбалы санға тақ дәреже беретін болсақ, одан бізде минус таңбалы сан шығады. Ал оң таңбалы санға тақ дәреже беретін болсақ, одан оң сан шығады. Демек, мына қараңдар, бізде мынау шарты бізде орындалмайды. Демек, мына бірінші теңдік орындалады, ал екінші теңдік орындалмайды деп аламыз. Оқушылар, қажет болса каналымда басқа да жаттығу есептері және физика пәнінің жаттығу есептері, алгебра, геометрия, физика пәндерінің БЖБ, ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Каналға жазылуды лайк басып, жеке өздерінің пікірлерінде қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.